Осы оқу ғимаратын бірінші рет тұңғыш табалдырығын аттағанда 1986 жыл болып еді. 86 жылдан 92 жылға дейін мен орыс тілі мен әдебиет факультетінде оқыдым. Сол кездегі ұстаздарым әлі көз алдымда. Ашитова деген мұғалім мені танып та қойды, бәлен жыл өткеннен кейін. Өтсе де, өйткені институт қабырғасында біз өте жақсы білім алдық, жақсы ұстаздардың алдында болдық. Қазір көбі жоқ. Ал мен енді осы институт бітіргеннен кейін 46 жыл ұстаздық қызмет атқардым. Бірінші оқыған оқу орным менің осы Павлодар қаласының Ахметов атындағы, қазіргі Ахметов атындағы педучилище еді. Менің өмірбаяным 75 жылы басталды ұстаздық. Сол бастауыш класстарында сабақ бердім. Одан орта буынға көштім. Сосын жоғарғы буынға көшкенде орыс классында, ол кезде класс дейміз, қазақ тіліне сабақ бердік. Қазір мен қазақ тілі мамандығы ретінде уже 24 жыл қызмет атқарамын, аудармашымын екі тілде. Қазір осы 4-5 жыл болды, осы мекеменің табалдырығын аттап, қайтадан осы университеттің қабырғасында жұмыс жасап жатырмын. Кеңсе бөлімінде аудармашымын. 86 жылы оқуға келгенде қазіргі университет пен институтты салыстыруға келмейді. Өйткені жылдан өткен сайын институт, университет болып жаңарып жатыр. Технология жаңарып жатыр. Ал енді біздің кезімізде осы мына Мира 22-де оқыдық. Мына осы Барыс деп тұр ғой қазіргі мекеме. Сонда біздің жатақханамыз болды. Сырттай оқысақ та сонда бізді орналастыратынның. Мен бір есімде қалғаны, 5 жыл оққанның есімде қалғаны, бізде жас мұғалім болды, Казека деген фамилиясы, орыс тілден берген. Ол кісінің аты жөнін ұмытып тұрмын, кешірім өтінем. Сол кісі өте қатал болды да, оқу жылының басында, ақырғы оқу жылының басында айтты. Осындай 7 азаматтың атын айтты, әрмен қарай оқу жалғастырмауыңызға болады, сіздерге диплом тимейді деп. Көрдіңіз бе, қандай қаталдық болған. Ал енді менің фамилиямды айтты. Сіз жақсы оқи аласыз, бірақ жалқаусыз деді. Жалқаулығыңызды қойсаңыз, дипломды аласыз деді. Сосын енді диплом алу керек, бәлен жылды оқыдық. Не істейсің? Сол Николайна ғой деймін, отчествосы. Ол кезде дополнительный сабақ беру деген жоқ. Ақша төлесең ренжейді, сыйлық берсең ренжейді. Сосын жалынып жалпайып әлгі кісін қосымша сабақ алып жүрдім. Сол енді диплом алған кезде ол кісіге барып айттым ғой, мына дипломның бір 30% енді сіздікі деп солай бір күлгенім бар еді ол кісі мұғалімге. Сонда арқамнан нетіп құшақтап ризашылығын білдіріп еді сол ұстаз. Құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар, студенттер, осы Павлодар педагог университетінің ұжымында жұмыс істеп атқан азаматтар мен азаматшалар, сізді келе жатқан 60 жылдық университеттің мерейтойымен құттықтаймын. Алдағы өмірлеріңізде еңбектеріңіз жанып, бейнеттің зейнетін көруге Алла нәсіп етсін деймін сіздерге.